Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 20-шы сабақ мәтіннің түрлері. Мәтіннің түрлерін ажыратып, шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап беруді үйренеміз. 23-ші жаттығу мәтінді оқы. Мәтінде не туралы айтылған? Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де, домалап барып, сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. «Шекең ауырды ма?» деді тас масаттанып. «Өзің келіп соғылдың ғой». «Ауырған жоқ», деді қант ақырын ғана. «Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соған да мақтанасың ба?» «Мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр, менің денемнің шойындай қатты екенін біліп қой». «Оның несін айтасың?» деді қант. «Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін». «Ендеше білсең айта қойшы», деді тас. «Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма?» Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де, «Негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар», деді. Ахмет Сарбөпин деген кісі жазған мәтін екен. Бұл мәтіннің қай түрі? Мәтін бөліктерін тап дейді. Бұл мәтіннің пайымдау мәтініне жатады, мәтіннің түрі. Енді мәтін бөліктерін айтатын болсақ, кіріспе бөлігі қанттың домалап барып тасқа соғылуы болады. Ал негізгі бөлім қант пен тастың сөйлесуі, екеуінің бір-бірімен әңгімелесуі. Қорытынды бөлімде Болаттың атасының сөзі айтылады. Тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар деп айтқан екен. Енді бірінші сұрақ, неге тәтті жақсы? Қаттының қандай жақсы жақтары бар? Жалғастырамыз сұрақ. Тәттінің пайдасы көп пе, әлде зияны ма? Сырты қатты, іші тәтті. Ол не деген осындай сұрақтар қойсақ болады екен. Енді осыларға жазбаша жауап береміз. Тәтті адамның көңіл күйін көтеруге жақсы. Тәттіден түрлі десерттер жасалады. Тәтті жеміс жидектер, тәтті ірімшік адам денсаулығына пайдалы әсері мол. Екінші сұрақ, қатты құрылысқа, түрлі мықты құрал жабдықтар жасауға жақсы. Қатты заттар ұзақ мерзімге шыдайды. Үшінші сұраққа жауап, тәттілердің пайдасы мен зияны көбінесе күнделікті тұтынылатын мөлшеріне, тәтті түріне, құрамына байланысты. Тәттіні мөлшерден тыс қолдану тіске, жалпы денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Ал құрамы таза какаодан жасалған шоколад антисептикалық қасиетке ие. Тәтті жемістер құрамы түрлі дәруменге бай деп осындай жауап жазсақ болады. Ал төртінші сұраққа біз жұмбақ ретінде жаздық. Сырты қатты, іші тәтті. Ол не? Ол бізде қарбыз болады. Оның сырты қатты болғанымен іші шырынды тәтті екен. 24-ші жаттығу, суреттерге қара. Оқиға неден басталды? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды, немен аяқталды дейді. Мінекей суретке қарап, осы сурет бойынша біз мәтін құрастырып көреміз. Суретте балалар көбелек ұстамақшы болып жүгіріп келе жатыр. Және жерден бір нәрсені байқады. Енді келесі суретте ағаштың үстіндегі ұяға құстың балапанын салғалы жатыр. Құстың балапанының анасы ұшып келді, үлкен құс ұшып келді. Балалар соны бақылап отыр екен. Яғни әңгімелеу мәтінін құрап жаз. Ол үшін өңір беттегі әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулығын басшылыққа ал дейді. Енді осы суреттердің бөліктері бойынша біз әңгімелеу мәтінін құрап жазуымыз керек екен. Бұл суреттерге байланысты мынадай әңгімелеу мәтінін жазсақ болады. Немесе өз ойларыңнан да құрап жазып көріңдер. Алинұр мен Мансұр көбелек ұстамақшы болып жүгіріп ойнап жүр. Ағаштың жанына келгенде жерде шиқылдап жатқан кішкентай балапанды көрді. Балапан ағаш үстіндегі ұядан құлап түскен екен. Алинұр балапанды Мансұрға берді де өзі сатағаш әкелуге үйге кетті. Сатағашты әкеліп, ағаш үстіндегі құстың ұясына балапанды салды. Екеуі ағаштың жанында құс ұясын бақылап біраз отырды. Балапанына азығын алып, құс та ұшып келді. Мансұр мен Алинұр балапанның анасы құсты көріп қуанып қалды. Мінекей суретке қарап, біз осындай әңгімелеу мәтінін құрап көрсек болады екен.
немесе өздерің де осыған ұқсас әңгімелеу мәтінін құрап жазыңдар. Келесі 25-ші жаттығу. Суретке қара, қай құс бейнеленген? Біз суреттен қарлығаш құсын көреміз, Қарлығашты сипаттау үшін бірінші оның ерекше белгілерін анықта. Екіншіден, сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан. Үшіншіден, оған өз көзқарасыңды білдіруді ұмытпа деген осындай тапсырма берілген екен. Бірінші тапсырма бойынша біз қарлығаштың ерекше белгілерін айтып көрейік. Қарлығаш мейірімді әрі бейбітшіл құс. Оның бейнесі нәзік, өте әдемі. Құйрығы айыр. Ол адамдардан қорықпайтын ең жақын құс. Екінші тапсырма бойынша қарлығаш қанаттары жіңішке әрі ұзын, тұмсығы қысқа, қауырсыны тығыз, жотасы қара, жылтыр түсті. Алды ақ, құйрығы айыр, дене бітімі ерекше сымбатты. Үшінші, қарлығаш берекетті құс, ол адамның досы. Қарлығаш үйге ұя салса, ол шаңырақта береке, жақсылық мол болады деген ырым бар. Мінеке 25-ші жаттығудағы сурет бойынша және тапсырма бойынша осылай жазсақ болады екен. Келесі 26-ші жаттығу. Мәтінді оқы, сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Боданбек пен Шоғанбек үйелмелі, сүйелмелі. Екеуі бірге туғанмен пішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек ақ құба өңді, жұқалтаң, қағылез. Ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төрт пақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да бойы үш елідей аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыш. Күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді, қыңсылатып ұрмайды. Құйрығынан сүйреп бажылдатпайды дейді. Бұл сипаттау мәтіні екен. Енді осы мәтінге қатысты біз тапсырмаларды орындап көрейік. Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған? Олардың пішіні мен мінезінде айырмашылық бар ма дейді. Екеуін сипаттауда үйелмелі, сүйелмелі, бірге туған, мінездері екі басқа, ақ құба өңді, жұқалтаң, қағылез, жалпақ беттеу, тотыққан, қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төрт пақтау, жасы үлкен, бойы аласа, елгезек, жаны ашығыш деген осындай сөздер қолданылған екен, Екеуінің мінезінде айырмашылық бар, екеуі екі түрлі. Енді қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр дейді. Қарамен жазылған ал деген сөз екі баланы сипаттап салыстырғанда сипаттау келесі балаға ауысқандығын білдіруге қолданылған сөз екен. Келесі үшінші тапсырмасы мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр дейді. Бірінші сұрақ былай болуға болады, Екі ағайындының мінездері неге әртүрлі? Екінші сұрақ, олардың мінездерін өзгертуге бола ма? Боданбек жаны ашығыш, елгезек екен, ал Шоғанбек ше? Автор мәтіннің соңында жануарларға зиян тигізу жайлы не айтты? Мінеке осындай сұрақтар құрап көрсек болады екен, мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтардан. Мінеке осы 26-ші жаттығу бойынша біз тапсырмаларды орындадық. Келесі 27-ші жаттығу. Кестенің көмегімен сипаттау мәтінінің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса. Сипаттау зат не құбылыстың негізгі белгілерін көрсету. Сипаттаудың атқаратын қызметі. Затты немесе құбылысты әсерлі етіп бейнелеу. Сипаттау түрлері: пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттау. Сипаттау құрылымы. Затты, құбылысты әсерлі етіп көрсету. Негізгі белгілері қорытынды болады, сипаттау құрылымында. Мінеке енді осы кестенің көмегімен біз сипаттау мәтінінің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жасап көрейік. Сипаттау мәтінінің ерекшеліктері. Басқа мәтін түрлерінен сипаттау мәтінін оңай ажыратып алуға болады. Сипаттау мәтінінде сын есім көп қолданып, сөздер қандай деген сұраққа жауап беріп тұрады. Сипаттау мәтінінде заттың, құбылыстың түрі баяндалып, оның негізгі белгілері, ерекшеліктері айтылады. Әсерлі баяндау және қорытынды болады. Мінеке сипаттау мәтінінің ерекшеліктері жайлы
кесте бойынша осылай жазып шықсақ болады екен. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөлігіне жаза кетсең болады. Келесі сабаққа дейін сау бол, озат оқушым.